Сәлем қадірлі оқушылар. Біз әлем тақырыбына байланысты естеріңізде болса, лайфхак ұсынған болатынбыз. Және әлем есептерін шешіп шығудың өте керемет, жеңіл, диагонал немесе крест әдісін берген болатынбыз. Мен бүгін сіздерге мына жерде бір есепті екі жолмен қалай шешуге болады. Соның екеуін де көрсеткім келіп отыр. Мысалы, 20% әлем алу үшін 1 килограмм 94,6% күкірт қышқылы ерітіндісіне қандай масса SO3 қосу керек дейді. Мына байқаған болсаңыздар, мына әдісті өте қысқа, өте нұсқа және оқушы түсіну үшін кереметтей оңай болып есептеледі. Енді тура сол есептің өзін, қадірлі оқушылар, мен сіздерге келесі жолмен түсіндірейін, иә? Мына қараңыздар, енді тура сол есеп математикалық жолмен шешіліп отыр. Бұл ретте біраз есеп-қисаптарды жүргізу керек. Негізі, сіз әрқашан қысқа және оңай жолды таңдайтын болсаңыз, өзіңіз үшін тиімді әрі пайдалы болады. Неліктен? Себебі жолымыз ұзарған сайын оқушылардың сол адасу, кемшілікке жол қою нелері көбейіп барады. Мысалы, кейінгі есепте көрейік, мына мысалы 50% күкірт қышқылы алу үшін 400 грамм суға қандай H2SO4, 2SO3 құрамды алюмді қосу керек дейді. Мына жерде сол біз ұсынған лайфхак өте керемет, қысқа жолмен шығарылған. Мына жауапқа көңіл бөліңіздер. 312-да 7 грамм шыққан, ал келесі мына екінші математикалық әдісті бұны теңдеу құрау арқылы, теңдеу құрастыру арқылы шешіп шықтық. Негізі біздің оқушыларымыз мына теңдеу құрастыру тақырыбында кішкене қиналады. Сондықтан біз мына ұсынып отырған лайфхакты пайдаланатын болсаңыздар, жеңіл жолмен ешқандай теңдеусіз ақ шешіп шығуға болады. Бұл туралы толық мәліметтерді аламын десеңіздер, Химия онлайн Феруза апаймен каналымызға жазылыңыздар. Ол жерде әлем тақырыбына есептер шешу деп YouTube каналдан да көрсеңіздер болады. Біз егжей-тегжей оның әрқайсысын түсіндіріп, сіздер үшін қолжетімді көріністе сіздерге жазып қойғанбыз. Қадірлі оқушылар, менің бүгінгі сіздерге берген мәліметтерім өте пайдалы болды деп ойлаймын. ұбт-да жоғары балл алыңыздар және өздеріңіз қалаған мамандық иесі болыңыздар. Сау болыңыздар.